Бәріңізге сәлем қыздар. Ең сәтті шығатын, бір жасағаннан ақ шығатын осындай тамаша, тәтті сырнеке дайындаймыз. Дәл осы мен ұсынған рецептпен жасасаңыздар, сырнекелеріңіз тамаша болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Олай болса бастайық. Біздің ірімшігіміз кішкене сулы болса, мәрлімен сүзіп суын шығарып аламыз. Менде құрғақ, сондықтан да сүзген жоқпын. Үстіне жарма ұнтағын қостым, яғни манная крупа қостым. 1,5 ас қасық қант қосамыз. 1 ас қасық қантты одан көп қосуға болмайды. 1 жұмыртқамызды салып блендермен осылай езіп аламыз. Езген кезде барлығы бірігіп жақсы болып піседі. Сізде блендер болмаса, шанышқының көмегімен жақсылап езіп алсаңыз болады. Дайын болды біздің массамыз. Енді қолымызбен алып формаға келтіреміз. Ішіне мен шоколад қостым. Сіз қалауыңызша ішіне шие болсын, таңқурай болсын қоссаңыз болады. Көлемін келтіріп осылай дайындап қоямыз. Жасайтын кезде бір ұнға аунатып аламыз. Қолға жабыспас үшін. Шоколад қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Содан кейін ұнға тағы да аунатып, осылай дөңгелетіп жинай береміз. Барлығын осылай жасап дайындап қоямыз. Енді келесі кезекте столымыздың үстіне ұн сеуіп, бір-бірден ұнның үстіне аунатып отырамыз. Аунатқаннан кейін үстін қолымызбен осылай басамыз. Формасына келтіріп, содан кейін стаканмен осылай жандары тегіс болу үшін стаканмен осылай айналдырамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Достар, алдағы уақытта сіздерге сәтті рецептер, жақсы тамақтар, дәмді, торт, пирог және басқа да салат түрлерін осы каналыма салып отырамын. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, салған тәттілердің рецептісін жіберіп алмаңыздар. Дәл осы күйінде барлығын жасап мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар да болады. Салқын күйінде таңғы асқа қуырып алсаңыз болады. Енді біз сұйық құйдық, содан кейін сары майды салып, ішіне ертіп алғаннан кейін кішкене қыздырып аламыз майымызды. Содан кейін шетінен пісіре береміз. Кішкене ұстағаннан кейін орташа отта осылай қызарғаннан кейін аударып аламыз. Екінші бетін осылай аударып аламыз. Содан кейін келесі бетін аударғаннан кейін бетін жауып табамыздың кішкене ұстаймыз. Міне, содан кейін түсіріп алып шайға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, тамаша болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецептімен тапқаннан кейін осындай күшті сырнекелер шықты. Мен өзім неше рет жасасам да дұрыс шықпай жүрген. Осы рецепті жасағаннан кейін осындай тамаша болып шықты. Алда рецепт күтіңіздер. Сізбен бірге болған Гүлбахар.